Мен Америка мен Англияда 10 жылдай өмір сүрдім. 6 жыл бакалавриат магистратура ақшта, одан кейін 3,5 жылдай Англияда докторантура дәрежесін оқыдым. Сол 10 жыл шетелде өмір сүргеннен кейін Қазақстанда оралу қалай, соны қысқаша тәжірибеммен бөлісіп кетейін. Сәлем достар, менің атым Гүлсім Құлшарова. Қазіргі уақытта мен Назарбаев университетінде ассистент профессор болып жұмыс істеймін. Егер сіз де бір күні шетелге барғыңыз келсе, немесе сол жерде тұрғыңыз келсе, онда мені ары қарай тыңдаңыз. Көп адам мені кездестіріп, мен білгенде көбісі сұрайтыны, сен неге сол шетелде қалмадың деп сұрайды. Соны түсінесің, халықтың көбісі шетелге кеткісі келетін армандары бар. Шындығында ол ағылшынша grass is greener, шөп ол жақта жасылырақ деп аударылады. Сондай бір иллюзия бар көп адамдарда. Шетелде өздерінің мәселелері өте көп. Сіз қай мемлекетте тұрасыз, соған байланысты. Сосын екіншіден, көбісі шетелге кетіп сол жерде қалғандар, олар өздерінің қиыншылықтарымен бөліскісі келмейді. Көп адамға қиын, кейбіреулер қайтып келіп жатады. Ол әр адамның өзіне байланысты. Әркім өзі шешеді. Бірақ мен неге қайтып келдім дегенде, басында әрине менде болашақтың міндеттері болды. Мен сондықтан қайтуға міндетті болдым. Сосын қайтып одан 5 жыл жұмыс істеу керек болды Қазақстанда. Сол 5 жылды бітірдім. Бірақ содан кейін менен сұрайтын, сен 5 жыл атырып отқан бітірдің, неге кетпейсің деп. Бірақ шындығында айтсам, өзіңнің елің болу қандай мәртебе. Ойлаңызшы, қанша халық бар, қанша этникалық ұлттар бар, олардың ешқандай мемлекеті жоқ. Мысалы, құрттарды айтайық, ұйғырларды айтайық. Одан да басқа көп этникалық группалар бар, олардың мемлекеті жоқ. Олар өздерінің тілі бар, мемлекеті жоқ. Ал бізде бар. Мен өзімнің елімде, өзім сол елдің адамы ретінде сезінгім келеді. Шетелде тұрғанымен қанша кезде мен сезінемін, бізді олар өздерінің ұлттарымен тең бір деңгейде қарамайды. Қалай бұл, сіз Англияға барсаңыз, сіз ағылшын ретінде қабылданбайсыз. Америка жарайды, Америкада бәрі қосылды, бірақ ол жерде де ақ американецтер, оларда да ашық айтпаса да бәрібір бір бөліну ішінен сезінеді. Сосын сен өзіңнің еліңе келгенде өзіңнің паспортыңмен кіресің, өзіңнің үйіңде сияқты боласың. Ал шетелде тұрғанда бәрібір сенде паспорт басқаша, одан әрі Қазақстанның паспорты ол басқаша қабылданады. Дамыған елдер сияқты қабылданбайды бәрібір де. Шетелге барғанда, шетелден келгенде қандай менде мәдени бір таңқаларлық жағдайлар болды. Америкаға барғанда олардың бәрібір мәдени жағы басқаша екенін түсіндім. Англиямен салыстырғанда менде Англияда ыңғайлырақ болды өмір сүру. Өйткені географиялық жағынан біз олар жақынырақпыз, Қазақстанға көбірек келуге болады. Сосын олардың тағамы жағынан бізге кішкене Америкадан көрі жақынырақ сияқты сезілді. Сондықтан өмір сүру жағынан маған Англия ыңғайлырақ болды деп айтсам қателеспеймін. Шетелде тұрғанда не жетіспейді деп сұрасаңыз, шетелде тұрғанда әрине де сіз Қазақстанда өмір сүріп, Қазақстанда өссеңіз, балалық шағыңыз осында болғандықтан барлық мәдени ассоциациялар Қазақстанмен қатысты. Сондықтан басқа елге барғанда олар адамдардың культурасы басқаша, сіз оны немесе сіңіріп алу керексіз, немесе өзіңіздің елден бірге келген адамдармен дос қарым-қатынас орнатуыңыз жөн. Қалай болса да жас кезінде сен әртүрлі қарым-қатынас сол жақта орнатасың, достарың көп болады, бірақ Қазақстанға оралғанда сол барлық қарым-қатынас жоқ болып кетеді, ол рас. Немесе қайтқан адамдармен ғана сөйлесуге болады. Олар аз, бірақ айырмашылығы сол. Бірақ менің ойымша, мен оны қатты минус деп есептемеймін. Адам өмір бойы бір адамдармен қарым-қатынаста болу өте сирек кездесетін жағдай. Ондай адамдар бар, мектептен бері әлі доспыз деген. Бірақ көп адам өзгереді, адам өсуінің бойымен оның айналасы да өзгереді, достары да өзгереді. Сондықтан бұл өте табиғи нәрсе деп есептеймін. Шетелде оқып Қазақстанға қайтқысы келе ма, келмей ма деп ойланып жүрген адамдарға сіз өзіңізді тыңдаңыз деп айтқым келеді. Әрине де өзіңіз аяғыңыз қайда тартып тұрады, соған байланысты. Егер мүмкіндіктеріңіз Қазақстанда табылып жатса, мансап жағынан, онда әрине де әр адам өзінің елінде тұрғысы келеді. Бірақ мүмкіндіктер болмаса, сіз жай мен Қазақстанда тұрамын, жай таныстарымның жанында болам, жанұямның жанында болам демей, өзіңіздің мансабыңызды, болашағыңызды, адам ретінде потенциалыңызға жетуіңізді ойлаңыз деп айтқым келеді. Қысқаша түрде 10 жылдық шетелде тұрған тәжірибеммен, ойыммен бөлістім. Егер сізде сұрақтарыңыз болса, әлде сізде шетелде оқып жатсаңыз, сізде қандай ойлар бар қайту туралы Қазақстанға, соны комментарийге жазып кетіңіз. Көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.